2004 дәрежесі қандай цифрамен аяқталады? Оны табу үшін алдымен 3-тің дәрежелерімен кесте сызып алайық. 3-тің бірінші дәрежесі 3, 3 пен соңғы сан 3. 3-тің екінші дәрежесі 9, соңғы цифрасы 9. 3-тің үшінші дәрежесі 27, соңғы цифрасы 7. 3-тің төртінші дәрежесі 81, соңғы цифрасы 1. 3-тің бесінші дәрежесі 243, соңғы цифрасы 3. 3-тің алтыншы дәрежесі 729, соңғы цифрасы 9. 3-тің жетінші дәрежесі 2187, соңғы цифрасы 7. 3-тің сегізінші дәрежесі 6561, соңғы цифрасы 1. Шыққан соңғы цифраларды байқайтын болсақ, 3971, 3971, 3971 қайталанып келе жатыр. Әр 4 сан сайын қайталанып жатыр. 3971, 3971. Осы қайталанып жатқан заңдылықты тапсақ, 3-тің 2004 дәрежесін соңғы цифрасын табуға болады. Дәрежелерін байқайтын болсақ, 4 санда қайталанған үшін 4-ке бөлінетін сандар болады. Егер сандар 4-ке бөлінсе, 4-ші дәреже, 8-ші дәреже болған кезде соңғы цифра 1 болады. 4-ке бөлгенде 1 қалдық қалса 3, 2 қалдық қалса 9, 3 қалдық қалса 7 болады. Ал 4-ке бөлінетін болса 1-мен аяқталады. Берілген 2004 дәрежені 4-ке бөліп көреміз. 2004 саны 4-ке бөлінеді. Сол үшін соңғы 3-тің 2004 дәрежесінде 3-тің 2004 дәрежесінде соңғы цифрасы 1 болады. 4-тің 2005 дәрежесі қандай цифрамен аяқталады? Оны есептеу үшін тағы кестені қолданамыз. 4-тің бірінші дәрежесі 4, соңғы цифрасы 4. 4-тің екінші дәрежесі 16, соңғы цифрасы 6. 4-тің үшінші дәрежесі 64, 4-пен бітеді. 4-тің төртінші дәрежесі 256, 6-мен бітеді. 4-тің бесінші дәрежесі 1024, 4-пен бітеді. Соңғы цифраларды байқайтын болсақ, 4 және 6, 4 және 6 қайталана береді. Егер 4-тің дәрежесі тақ болса, 4, 4-пен бітеді. 4-тің дәрежесі жұп болса, 6-мен бітеді. Ал бізде 4-тің 2005 дәрежесі тақ болған үшін соңғы цифрасы 4 болады. 777-нің 777 дәрежесі қандай цифрамен бітеді? Бұл есепті шығару үшін де кестені толтырып көретін болсақ, 777-де соңғы цифрасын санайтын болсақ, жеткілікті. 7-нің бірінші дәрежесі 7 болады. 7-нің екінші дәрежесі 49, 9-бен бітеді. 7-нің үшінші дәрежесі 343, 3-пен бітеді. 7-нің төртінші дәрежесі 2401, 1-мен бітеді. 7-нің бесінші дәрежесі 1-мен 7-ге өйткен 7 болады. 7-нің алтыншы дәрежесі 7 қайта 9 болады. 7-нің жетінші дәрежесі 9 7-ге өтсек 3-пен бітеді. Соңғы цифраларды байқайтын болсақ, тағы қайталанып тұр. 7 9 3 1, 7 9 3 1. Бұл жерде 4 санда қайталанып тұр. Яғни 4-ке бөлген кезде 1 қалдық қалса 7-мен бітеді. 2 қалдық қалса 9-мен бітеді. 3 қалдық қалса 3-мен бітеді. Ал 4-ке бөлінетін болса 1-мен бітеді. 777-ні 4-ке бөлгенде 1 қалдық қалады. Демек 7-мен бітеді. 777-нің 777 дәрежесі
7-мен бітеді. 6-ның 1237 дәрежесі қандай цифрамен бітеді? 6-ның дәрежелерін есептеу үшін кестен қарайтын болсақ, 6-ның бірінші дәрежесі 6, 6-ның екінші дәрежесі 36, 6-мен бітеді. 6-ның үшінші дәрежесі 216, 6-мен бітеді. 6-ның төртінші дәрежесі 1296, 6-мен бітеді. 6-ның бесінші дәрежесі тағы 6-мен бітеді. Сонда 6-ның кез келген дәрежесі 6-мен бітеді. 6-ның 1237 дәрежесі 6-мен бітеді. 2 көбейтілген 9-дің 1861 дәрежесі қандай санмен бітеді? 9-ның дәрежелері болған үшін тағы кестені қолданып көруге болады. 9-дің бірінші дәрежесі 9, 9-дің екінші дәрежесі 81, 1-мен бітеді. 9-дің үшінші дәрежесі 729, 9-мен бітеді. 9-дің төртінші дәрежесі 6561, 1-мен бітеді. 9-дің бесінші дәрежесі тағы 9-мен бітеді. Байқайтын болсақ, 9 және 1 сандар қайталанып тұрады. 9-ның дәрежесі тақ болса 9, жүк болса 1-мен бітіп отырады. Сонда 2 көбейтілген 9-дің 1861 дәрежесі тақ болған үшін 9-мен бітеді. 2-мен көбейтсек, соңғы сан 8 болады.